Сәлем баршаңызға. Ладжан барлығыңыз білетіндей кез келген ұйғыр асханасынан табылатын ащы соус. Ладжанды әдетте осылай манты, ет және де сорпаларға қосып жейді. Мен приправа смесь перцев және де ашты қызыл ұнтақталған бұрышты қостым. Үстіне су құйып жақсылап араластырып аламыз. Күштен өткізілген сарымсақты қосып, тағы да араластырып аламыз. Енді ыстық сұйық яғни қатты ыстық болу керек. Аз-аздан қоспамызға араластыра отырып қосамыз. Сұйық майдан кейін уксус қосып араластырамыз. Сонымен біздің ладжан дайын. Холодильникте бірнеше айлар бойы сақтауға болады. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ұлжанат Абайқызы.